Қайырлы күн бәріңізге. Квал тестте келген мына есептің қалай шығарылатынын көрсетейін. Логарифм 6 негізінде 5 а-ға тең, логарифм 6 негізінде 2 b-ға тең. Бізге логарифм 3 негізінде 5-тің мәнін табу керек. Олай болса кеттік. Енді логарифм бізде 3 негізінде 5-ті басқа негізге ауыстыру формуласы бойынша шығарамыз. Яғни бізде берілгенде 6 негізі болса, онда мына 3 негізінде 5-ті 6 негізіне ауыстырамыз. Логарифм 6 негізінде 5, логарифм 6 негізінде 3 болады екен. Ары қарай енді 6 негізінде 5-тің мәні а-ға тең. Орнына қоям. Ары қарай мына 6 негізінде 3 деген бізде жоқ, сондықтан оны былай істейміз. Логарифм 6 негізінде 6 азайтылған логарифм 6 негізінде 2 деген формуланы қолданам, тең болады. 6 негізінде 6 деген сол 1-ге тең, сондықтан а оның орнына 1 қоям, минус 6 негізінде 2 ол бізде в-ға тең, сондықтан мынау есептің жауабы болып табылады.